Microsoft Excel негіздері курсы ұяшықтарды қосу, өшіру және форматтау. Кей жағдайда біздің ақпаратымыздың өңдеу барысында бізге белгілі бір жерде ұяшықтың жетіспей қалғанын байқауымыз мүмкін. Ондай кезде біз осы ақпараттың арасына ұяшықты қоса аламыз. Ол үшін ячейки бөлігіне барып, вставить бөлігінде мысалы ячейканы таңдайық. Енді бізде сұрақ қойылып тұр, ячейканы, яғни ұяшықты қосқан кезде қандай әрекет болсын, яғни оңға жылжимыз, астыға жылжимыз, немесе жол бағана деген. Бірінші нұсқаны таңдап көрейік. Біздің ақпаратымыз оңға жылжыды да, оның орнына ақпарат қосылды. Енді қалғандарының логикасы түсінікті деп ойлаймын. Ctrl-Z батырмасын басу арқылы әрекетті болдырмайық. Енді вставить деп мысалы ячейканы таңдап, біз жолды таңдайтын болсақ, онда бізге толығымен жаңа жол қосылды да, ақпаратымыз бір жолға төмен қарай сырғыды. Дәл осылай бағананы да қосуға болады, жолды да қосуға болады, немесе тек қана бір ұяшықты ғана қосуға болады. Дәл сол сияқты, егер бізде ақпаратымыз артық екені белгілі болатын болса, сол ұяшықты өшіру керек болатын болса, онда бізде удалить бөлігі бар, және осы ерекшеленіп тұрған ұяшықты өшіргіміз келсе, онда сол ұяшықты таңдаймыз. Дәл алдындағыдай терезе, ақпаратымыз қайда жылжысын, бізге дәл қазір ол үлкен сондай мағынаға ие емес, себебі бізде ол ұяшықтардың жан-жағында ешқандай ақпарат жоқ. Ал егер біз жаңа өзіміз қосқан толығымен бір жолды өшіргіміз келсе, онда бірден сол бөлікті таңдай аламыз. Удалить строки с листа. Біздің жолымыз толығымен өшіп кетті, немесе біз толығымен бір бағананы өшіре аламыз. Ұяшықтарды қосу мен өшіруге қатысты ақпарат осы. Сонымен қатар бізде форматтау мүмкіндігі бар. Жалпы бұл бөлік не үшін жауап беретінін түсіну үшін ең қарапайым мысал ретінде біз автоподбор ширины, яғни біздің ұяшықтағы ақпарат пен соған сәйкес ақпараттың енін автоматты түрде таңдау. Мысалы, біздің ұяшықтарымызда мына жерде бос орын өте көп. Өйткені сандар өте аз орын алып тұр. Көрейік. Автоподбор ширины. Біздің ұяшығымыздың ені тура біздің ақпаратымызға сәйкес өңделді, форматталды. Дәл осы сияқты біз өзіміздің ұяшықтарымыздың енін, биіктігін өзгерте аламыз. Мысалы, ол үшін біз бағаналар бөлігіне барып, бағананың шекарасына тінтуірді апаратын болсақ, онда оның иконкасы өзгереді. Осы кезде біз тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, қозғайтын болсақ, онда біздің ұяшығымыздың ені, біздің бағанамыздың ені өзгеріп отырады. Сол сияқты жолдың да биіктігін өзгертіп отыруға болады. Мысалы, біз қазір 4-ші жолдың биіктігін өте кішкентай қылдық, ал 3-тікін өте үлкен қылдық. Осылайша түрлі баптауларды жасауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.